Сөйлемдіктің тақырыбы мемлекеттік органның архитектурасы. Бүгінгі таңда мемлекеттік органдарды ақпараттандырудың басты түйткілдерінің бірі, ол біріншіден мемлекеттік архитектураны ақпараттандыруға арналған оңтайландырылмаған шығыстар. Екіншіден, электрондық үкіметтің ақпараттандыру объектілерінің қайталануы. Үшіншіден, мемлекеттік органдардың функцияларын автоматтандырудың оңтайлы емес деңгейі мен форматы. Жоғарыда аталған түйткілдерді шешу үшін әлемде мынандай шешім бар. Ол кәсіпорын архитектурасы. Атап айтқанда, мемлекеттік органның архитектурасы. Мемлекеттік орган архитектурасының мақсаты ол мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген стратегияны іске асыруды өзгертуге және қолдауға ден қоюға тиіс жиі фрагменттелген процестерді интеграцияланған ортаға оңтайландыру. Мемлекеттік орган архитектурасы цифрлық трансформацияны жүргізу үшін әр түрлі перспективалардан саланың ағымдағы және жоспарланған жай күйінің сипаттамасын қамтиды. Архитектуралық тәсілді қолдану ол әлемдік тәжірибемен расталған ақпараттандыруды және цифрлық трансформацияны басқарудың сапалы жаңа деңгейіне көшу. Әлемнің 40-тан астам үкіметі және Fortune 500 компанияларын 60-тан астам пайызы инновацияларды енгізу және қызмет өзгерту үшін архитектуралық тәсілді қолданады. Архитектуралық тәсіл жобалардың тізбесін және оларды іске асыруға қойылатын талаптарды сипаттай отырып, цифрландыру бағдарламасы форматында ақпараттандыру жөніндегі ағымдағы бастамаларды жүйелендіру және мемлекеттік органның қызметін автоматтандырудың 5 жылға арналған пайымы мен басымдықтарын қалыптастыру үшін мемлекеттік органның жұмыс ұйымдастыру мен жетекшілік ететін салаларды басқарудың ағымдағы практикалары мен тәсілдерін сипаттауға және диагностикалауға бағытталған. Мемлекеттік орган архитектурасын сипаттамасы 4 қабаттан тұрады. Бірінші, қызмет архитектурасы. Ол мүмкіндіктерге, түпкілікті құндылыққа, ақпаратқа және ұйымдық құрылымға тұтас көп өлшемді көзқарастарды ұсыну. Сондай-ақ, осы іскерлік көзқарастар мен стратегиялар, өнімдер, саясат, бастамалар және мүдделі тараптар арасындағы қатынастар. Екінші, деректер архитектурасы. Мемлекеттік органның негізгі типтері мен деректер көздерінің, деректер логикалық активтерінің, деректердің физикалық активтерінің және деректерді басқару ресурстарының құрылымы мен өзара іс-қимылын сипаттамасы. Үшінші, ақпараттық жүйелердің архитектурасы. Мемлекеттік органның түйінді функцияларының және деректер активтерінің басқаруды қамтамасыз ететін мүмкіндіктер тобы ретінде ақпараттық жүйелердің құрылымы мен өзара іс-қимылын сипаттайды. Төртінші, ИК инфрақұрылымының архитектурасы. Желі, серверлік жабдықтар сияқты технологиялық қызметтер мен технологиялық компоненттердің құрылымын мен өзара іс-қимылын сипаттау. Мемлекеттік орган архитектурасын қалыптастыру мынандай тәртіппен жүзеге асырылады. Бірінші, мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеуге немесе дамытуға бастамашылық ету. Екінші, мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу немесе дамыту. Үшінші, мемлекеттік орган архитектурасын іске асыру. Және де төртінші, мемлекеттік орган архитектурасын іске асыруды сүйемелдеу және іске асыру мониторингі.